Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар? Бұл курстың SEO оптимизация сабағына қош келдіңіздер. SEO оптимизация дегеніміз енді айтылғанда бір қиын нәрсе сияқты естіледі, бірақ та бір қиын еш нәрсесі жоқ. Тек кішкене жасап отыратын жұмысы ұзақтау болмаса. Оны да сіздер қазір көрсеткен әдіс тәсілдер бойынша жасайтын болсаңыздар, тез әрі жаңағыдай тиімді жасайтын боласыздар. SEO оптимизация дегеніміз, ол біздің видеомыздың тақырыбы, описаниясы, яғни сипаттамасы, және тег. Сол үш бөлімнен тұрады. Және де сол үш бөлімді біздер қазір жасайтын боламыз. Бұлай қарағанға ол не болды? Соншама қиын тақырып, описание, тег деген сияқты көрінеді. Бірақ та осы үшеуін дұрыс әрі жаңағыдай кілттік сөздермен дұрыстап жасайтын болса, онда сіздің видеоңыз топқа шығады. Главная страницаға шығады, рекомендованныйға шығады. Видеоның қандай болсын, болмасын, бұл жерде SEO оптимизация дұрыс жасалса, одан кейін удержание аудитории жоғары көрсеткіш көрсетсе, яғни сол видео ұзақ қаралып, жаңағыдай жақсы ұсталса адамды, онда сіздің видеоңыз жаңа тақырып бойынша жазған кілттік сөзіңіз бойынша іздеген кезде бірінші қатарларда болатын болады. Ендеше кеттік. Біздер видеоны жүктеу барысына көшеміз. Видеоны жүктеу үшін телефонда камераның суреті плюспен тұрған соны басамыз. И загрузить видео деп телефоннан жаңағы өзіміздің сақтап қойған видеомызды, жасап қойған, монтаждап қойған видеомызды таңдайтын боламыз. Әрі қарай сипаттамасын, тақырыбын, тағы басқасын толтыратын боламыз. Ал мен сіздерге қазір запись экранмен көрсететін боламын. Ноутбукта қалай жүктейміз. Ноутбукке келетін болсақ, бұл жерде біздің основной каналымыз бар. Соның ең жоғарысында создать видео или запись деген камераның суретімен жаңағыдай значок тұрады. Сол жерде бізге добавить видео, начать трансляцию, создать запись деген 3 кнопка тұр. Добавить видео десек, онда біз каналға видео саламыз. Начать трансляцию десек, біздер тікелей эфир жүргіземіз. Ал создать запись дейтін болсақ, онда біздер сообщество деген бөлімге пост салатын боламыз. Ол жайында нақты жеке мен алдағы уақытта тоқталатын боламын. Біздер қазір добавить видео деп YouTube каналымызға видео жүктейміз. Ендеше, бұл кнопка кез келген бөлімде тұрады. Мысалға, творческий студияның ішінде де тұрады. Мына жерде создать деген кнопка тұр. Соны басатын болсақ, тағы да жаңағыда 3 кнопка шығатын болады. 3 бөлім. Ендеше, жаңағы создать видео деген кнопканы басқаннан кейін, загрузка видеоның біздің placement дейміз. Осындай бір алаңы шығады видеоны жүктейтін. Енді сол жерге видеоны салу үшін біздер мына жақтан папка ашып қойып, сразу лақтыра аламыз, ұстап тұрып, мына жерге лақтыра аламыз. Немесе выбрать файлы деп біздер видеомызды таңдай аламыз. Енді бізге видеоны таңдау үшін өзіміздің сақтап қойған бір видеомызды алатын боламыз. Мен мысалға қайындыда болған видеоны саламын. Так. Сіздерге көрсету үшін салайын мына жерге. Кеттік. Бірінші біздер тақырыбын жазамыз. Яғни тақырыбы қандай болады? Яғни ол тақырыпқа сіздер қандай кілттік сөздер жазу керексіз? Соған тоқталайық. Яғни кілттік сөздерге сіздің негізгі видеоңыздың тақырыбы қандай сөзбен жиі ізделінеді, соны анықтауымыз керек. Мысалға мен бұл жерге туры қайынды деп жазайын. Мысалға ше. Одан кейін қайынды орысша жазып жатырмын. Қайынды, мысалға,
демалыс орны. Тағы да қазақша қайынды, шрифті бастырып кетейін. Қайындыға сапар дейін. Яғни бұл жерде біздің қайынды деген кілттік сөзіміз 3 рет қайталанды. Көрдіңіз бе? Бұл кілттік сөз. Егер сіздің кілттік сөзіңіз мысалға видео салу деген болатын болса, онда видео салу деген сөзді 3 рет қолданып жазуыңыз керек. Кемінде 2 рет. Яғни тек қана каналға видео салу деп просто тақырып жазып қоюға болмайды. Просто жаңағы видео салу, бір видео салу 2 деп те жазуға болмайды. Яғни бұл жерде жұрнақ, жалғау қосу арқылы кілттік сөздерге сіз өзіңізше бір тақырыпты жазып құрастырасыз. Соны ескеріңіз. Одан кейін біздер описание жазамыз. Описанияға біздер бұл жерде заготовленный описание тұр менің каналыма. Оны сіздер де жасап қоя аласыздар. Яғни кез келген видеоны жүктегенде өзінің описаниясы тұратындай. Одан кейін қосымша сіздер өзіңіздің видеоға қатысты ақпаратыңызды мен толтырып тастайсыздар. Мысалға, интерді басып, ең басына мен қайынды туралы ақпарат жазу керекпін. Және қайынды туралы ақпарат жазғанда мен сол 6-7 сөйлем жазсам, соның 6-7 сөйлемінде барынша 3-4 рет қайынды деген кірттік сөзімізді қосу керекпін. Түсінікті ғой? Мысалға, қайынды Мінекей қысқа ғана осындай текст жазу барысында мен қайынды деген сөзді 1, 2, 3, 4 рет қолдандым. Бұл жерде 4 сөйлем жазылды, 4 рет қолдандым. Барынша сіздерде мысалға кілттік сөзіңізді осы описанияда толтыру керексіздер. Бұл аз, бұдан ұзағырақ жасауға болады. Мысалға, мен көбіне видеода сөйлеген текстті жазып қоямын. Егер менде қосымша ақпарат болмаса, мен не жазарымды білмейтін болсам, мен видеода не айтылды, соны толтырып тастаймын. Яғни 1-2 минуттық ұзақтықта не айтылды басында текстті, соны мен тыңдап отырып, осы жерден қосып қоямын да, мысалға, қосып қойып, видеодан тап соны мен текстке теріп отырам, жазып отырам. Сол сияқты сіздер де жасай аласыздар. Яғни сол, мысалға ол жерде кілттік сөз мүлдем қолданылмаған болса, сіздер сол тексттардың, яғни сөйлемдердің арасына кілттік сөзіңізді жақшаның ішіне, немесе бөлек сөйлем ретінде қосып жіберсеңіздер болады. Білдіртпей, яғни оқыған адамға қатты білінбеу керек, и ол шарттарды орындау керек. Яғни кілттік сөз бірнеше рет қайталану керек. Неғұрлым көбірек болса, соғұрлым жақсы, бірақ та қатарынан жазып қойға болмайды. Мысалға, қайынды көл деп мен 15 рет қатарынан бірінен кейін үтір қойып, нүкте қойып жазуыма болмайды. Ол кері әсерін береді. Сондықтан олай жасамаңыздар. Екінші, кеттік. Мен бұл жерде кеңес беремін деп, каналға тіркелу, YouTube арқылы ақшаны табу жаңағыдай сілтемелерін қойған болатын. Инстаграмға тіркел, Инстаграмға жарнама шығару деген сияқты. Одан кейін әлеуметтік желідемін. Тіркеліңіздер деп мен Telegram, Facebook, Instagram, WhatsApp ссылкаларын қойып қойған болатын. Яғни сілтеме. Бұл жерде негізгі рөлді атқарып тұрған сілтеме. Сіздің каналыңызда да, сіздің видеоларыңызда да сілтеме болу керек. Сіз основной текстті толтырған соң, сіздің жаңағыдай келесі орындалатын шартыңыз ол сілтеме. Сілтеме неге болады? Сілтеме жеке парақшаңызға, сілтеме
басқа ұқсас видеоға немесе основной контент сізді біреуден алып, яғни біреуге қарап жасайған болсаңыз, онда сол каналдың, сол видеоның сілтемесін қойыңыз, оригинал деген сияқты, немесе осы жақтан алдым деп. Авторлық құқықты бұзбау үшін біреудің видеосын алатын болсаңыз, сілтемесін қою керексіз, қай жерден алған. Яғни сол кезде сіз ұры емес екеніңізді көрсетесіз. Түсінікті ғой? Анау қазақтарда бізде ырым бар ғой, жоғалып кеткен төменнен ақша тауып алатын болсаң, кімдікі деп айтып, барып өзің алып кетесің ғой. Тап солай бұл жерде де ешкімнен сұрамайсың, тек сілтемесін белгілеп қоясың. Главное, сен сүттен ақ судан тазасың. Түсінікті ғой? Сілтемесін белгілеп кету керек. Өзіңіздің парақшаңызға тағы да басқа сілтемелер болуы тиіс. Одан кейін ең негізгі фактор хэштег. Мысалға, мен бір 5-6 хэштег жазайын. Так. Мысалға, осындай кілттік сөздерді, яғни хэштег сөздерді жазу арқылы біздер осы хэштегтер бойынша, яғни Инстаграмда біздер басамыз ғой, хэштег бойынша белгілі бір сөздер бойынша жазылған посттарға, публикацияларға өтеміз де. Бұл да тап сондай, яғни YouTube'да да хэштег деген нәрсе бар, және ол аз да болса да жұмыс жасайды. Оны игнорировать етуге болмайды. Хэштег жазамыз. Бұл хэштегтің шамамен 12 сөзге дейін жазсаңыз болады. Одан көбірек болып кетсе тағы да кері әсер болады. Кеттік. Енді хэштегті жазған соң біздерде тайм-код деген нәрсе бар. Тайм-код деген нәрсе бұл сіздің өзіңіздің видеоңыздың белгілі бір тақырыптарға бөлінген болса, мысалға 1 сағаттық, 2 сағаттық, жарты сағаттық сұхбаттар немесе видео болатын болса, әр жерінде сіз белгілі бір тақырыптарға тоқталған болсаңыз, онда сіз тайм-код қоя аласыз. Тайм-кодқа мен сізге тағы да қазір келесі бір видео арқылы қойып көрсетемін. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Ол үшін мысалға 03 қос нүкте 12 дейтін болсақ, сосын сол жерден басталып кететін біздер мысалға қайынды деген сияқты. Мысалға 3 минут 12 секундта қайынды басталды, немесе қайындының көрінісі бар деген сияқты қойып қоямыз. 01 13 01 45, яғни сіз видеоны қарау арқылы қай жерге келді, дәл сол уақытты жазасыз, сол жерде мысалға осындай тақырыпты талқыладым деп айтып кетесіз. Өйстіп асты-астына толтырып кетесіз. Кейін тап осы тайм-кодты сіз комментарийға да жазу керексіз, яғни прикрепить етіп қоясыз. Оны қазір мен көрсетемін. Яғни міне тайм-код жазылды, хэштег жазылды, сілтемелер қойылды, описание жазылды, сипаттама, және де кілттік сөздер қосылды сипаттамаға. Енді бізде не бар? Видеоны жүктеген кезде бұл жерде загрузить значок деген бар. Яғни біз білеміз значокты жүктей алатынымызды. Бізде дайын значок бар. Мен оны салдым, болды, мына жерге қойылды. Енді плейлист бар. Плейлист біздің, мысалға, бұл жерде менде нақты плейлист жоқ, сондықтан мен таңдамаймын. Егер сізде өзіңізде плейлист болатын болса, ашып қойған болсаңыз, онда сол жерге кірістіріп қоясыз. Видео для детей, не для детей деген шарттары бар. Яғни бұл жерде түсіну жаңағыдай қиын емес. Соңғы Американың заңы бойынша 18-ге толмаған аудиторияға жаңағыдай детский каналға көрсетпейтіндей жасау үшін осындай 2 шарт қойды. Егер видео для детей дейтін болса, онда YouTube Kids тағы басқа кішкентай балаларға көріне береді. Ал егер не для детей дейтін болса, только взрослый контенттер көретін болады деген сияқты. Яғни соларға ұсынылады көбірек, тағы да басқа. Енді бұл жерде возрастные ограничения деген бар. Мысалға, да, видео только для тех, кому есть 18 лет. Бұл жерде таңдап қойыласыз. Егер сіздің контентіңіз тек қана жоғары 18-ден жоғары жастағыларға арналған болса, сіздің аудиторияңыз сондай болса, онда осыны басасыз. Ал егер менде, мысалға, менің каналымда ондай емес, менің каналымда 13 жаста, 10 жастағы балдарда қарай береді. Нет, видео подходит для зрителей младше 18 лет. Болды. Енді бізге тег керек. Тегті жазу үшін другие параметры деген кнопканы басамыз.
төменге түсіреміз. Мына жерде видео содержит прямую рекламу или product placement деген кнопка тұр. Яғни бұны басатын болсам, яғни бұл видеода тікелей жарнама жасалды деген сөз. Бұл жерде менде ешқандай жарнама жоқ, сондықтан мен оны баспаймын. Тег деген мынау нәрселер, менде готовый 5 тег жазып қойған екенмін. Яғни бұлардың маған бұл видеоға ешқандай қатысы жоқ, сондықтан мен оны кетіріп тастаймын. Мына жерден сразу кетіре аламын. Және тегті толтыру үшін біз ең бірінші тақырыбымызды көшіріп жазамыз. Яғни бұл жерде 3 сөйлемнен тұратын тақырып жазылды ғой. Тап сол 3 сөйлемнен тұратын тақырыпты кезекпен кезек жазамыз. Тег. Тег, міне 3 рет жазылды, 3 тақырып. Одан кейін мысалға қайынды просто так көлсай мысалы көріп тұрсыздар ма, өздері шығарып беріп отыр, оны сіздерге кейін көрсетемін. Осы жерге біздер барынша 500 символ беріледі, сол 500 символ толғанша жазып тастаймыз. Кеттік. Мынандай нәрсе бар. Бұл жерге тек қана ойымызға келген кілттік сөздерді жазбаймыз. Бұл жерге де ізделінетін сөздер жазу керекпіз. Яғни біз жаңа вкладка ашып, вкладка YouTube-тың, сосын сол жерге жазатын боламыз. Ең бірінші қарапайым қадам ол біздің поисковигіміз. Яғни осы іздеу бөлім арқылы біздер самый основной ізделінетін сөздерді таба аламыз. Ол қалай дейсіздер ғой? Экранға назар аударыңыздар. Қайынды деп жазатын болсам, маған Кайынды, озеры, Алматы, под водой, Көлсай, дорога, Казахстан, зимой, дайвинг, Қырғызстан, как доехать деген сияқты кілттік, яғни ізделінетін сөздер жазып тұр. Бұл жерде ең көп ізделінетіні жоғарыда тұр. Кайынды озері, Кайынды Алматы, Кайындының өзі. Яғни осы сөздерді мен осы текке жазам. Менің қазір мына жерде қосымша көрсетіп тұрғаны бұл TubeBuddy және де vidIQ деген қосымшалар. Олар жайында, оларды қалай қосу керектігі жөнінде кейінгі видеоларда мен жеке-жеке тоқталатын боламын. Мына жерде көріп отырсыздар, мен қазір барлығын толтырмай қоймын. Мына жерде 245 символ ғана толтырылды, жартысы, яғни 500 символдың бұл жерде барынша сіздер мүмкіндігінше толтыру керексіздер. Келесі, сіздер кілттік сөзді қайдан аласыздар? Кілттік сөзді алу үшін келесі біздер TubeBuddy, Keyword Tool IO деген сайтқа өтеміз. Сөз ауыстырамыз, енді мысалға. Google бар, YouTube бар, екеуі де бәрібір. Негізі бізге енді YouTube таңдайық. YouTube бөлім таңдаймыз. Сол YouTube-та ізделінетін сөздердің статистикасын бізге шығарып береді. Оған дейін мен Яндекс.Вордстат деген сайтты ашайын. Яндекс.Вордстат. Подбор слов Яндекс деген сайтқа өтеміз. Мына сайтымыздан бірінші біздің Яндекс.Вордстат ашылды. Енді по словам деген бөлім бар. Соны таңдаймыз. Сосын бір жерге Кайынды деп жазамыз. Ағылшынша кетіп қалды. Озері Кайынды, погода Кайынды, погода Кайынды, Киргизия, анау-мынау, Көлсай. Міне, кілттік сөздердің барлығы осы жерде тұр. Яғни осы жерден біздерде показ в месяц деп тұр ғой, көріп тұрсыздар ма? Кайынды деген сөзбен 3122 рет ізделінеді екен айына. Сіздер де өзіңіздің кілттік сөзіңізді осы жерге жазу арқылы қарай аласыздар, қанша рет ізделінетінін. Енді озері Кайынды, погода Кайынды деген сияқты самый топовый сөздерді, мысалға 108-ге дейін алатын болсақ, мысалға мына жерде 7-8 сөзді тегке жазамыз. Түсінесіздер ма? Тегке жазамыз. Мысалға
кайынды, мысалы, Киргизстан деген ең тоже жақсы ізденіп қояды екен. Так. Погода Кайындах дейді. Погода Кайындах. Соны жазып қоямыз. Яғни мен бұл жерде жазып отырмын, негізі көшіріп алсаңыздар да болады, бұлай жеке-жеке. Бүйтіп көшіріп аласыздар да, копировать етіп саласыздар. Енді бұл жерде мен алдыңғы сайт keyword.tool.io деген, сол жерден тоже осы сөздерді көреміз. Яғни бұл тоже ізделінетін сөздер. Кайынды, Алматы, зимой, озеро, дайвинг, дорога деген сөздерді аламыздағыны біздер осы жерге жазамыз. Көрдіңіздер ме? Осы кілттік сөздерді сіздер текке жаздыңыздар. Түсініп тұр ғой, мен қысқа нұсқа тоқталып кетейін. Осынша барынша сіздер толықтырып жазасыздар. Екінші бөлім монетизация деген бөлім өтеміз. Яғни сіздің каналыңызда монетизация болатын болса, онда сіз монетизация қосу керексіз. Ал егер болмайтын болса, онда сіздерде ештеңе монетизация деген бөлімде шықпайды. Енді бұл жерде авторский контент бұзылған. Өйткені бұл жерде бір музыка қосылған. Билли Айлиштің. Сондықтан да бұл жерде недоступно деп тұр. Яғни в настоящее время монетизация этого видео отключена. Причина: в ролике есть совпадение с материалами других авторов дейді. Яғни бұл жерде Билли Айлиштің авторский контенті қорғалған, сондықтан да монетизация қосылмайды. Дополнениеге кеттік. Бұл жерден біздер конечный заставка қоямыз и подсказки қоямыз. Енді бұл жайында тағы да толығырақ көрсетіп өтемін қазір. Одан кейін параметры доступы. Енді біздер білеміз, доступтың 3 түрі бар. Бұл жерде ограниченный доступ. Мынаны таңдайтын болсам, ограниченный доступ деп, онда видео тек қана маған көрінеді, менің өзіме ғана көрінеді. Сізге де өзіңіздің каналыңыздағы видео өзіңізге ғана көрінеді. Сілтемесі болса да басқа біреуде, ол көре алмайды. Доступ по ссылке десе, оның тек қана сілтемесі бар адамдар көреді. Ол каналға шықпайды. Оны сіз кімге жібересіз, сол ғана көреді. Түсінесіз бе? Открытый доступ десе, бұл ол же каналға шығады, яғни YouTube-тің желісіне шығады, және де оны барлығы көре алады. Мен открытый демеймін, мен доступ по ссылке деп қоямын әншейін. И запланировать публикацию деген бөлім бар. Бұны басатын болсақ, біздер өзіміздің қалаған уақытымызға видеомызды шығаратындай жасап тастауға болады. Мысалға, календарды таңдаймын мына жерден. Көріп отырсыздар, үстінен бастым. Мен мысалға ертең, немесе мысалға 1 август күні шығарғым келіп тұр бұл видеоны. Және оның өзінің уақытын қоямын. Менде мысалға 20:00-де прайм таймға шығарып қоямын. Часовой пояс бұл жерде Алматы ГМТ плюс 06:00. Яғни бұл Алматының уақыты. Егер сіз батыстан болатын болсаңыз, онда 05 деген таңдайсыз. Қазақстанның. Бұл жерде болды. Сонымен запланировать публикацию деп жаңағыдай кнопканы басамыз. Бұл жерде мен енді видеоны 1 августта шығармайым. Мен просто доступ по ссылке қойып қоямын. Болды, сохранить деймін. Болды, менің видеом сақталды. Менің видеом YouTube-қа жүктелді. Енді мен творческий студиядан оны өңдеп, тағы да түзете аламын. Көрдіңіз бе, мен тек қана бір видеоны сала қойып едім. Пример үшін уже маған жалобы келіп тұр видеоға. Енді SEO оптимизациядан алыстамайық. Мына видеоны карандашты басып, біздер сведения видео дегенге өтеміз. Мысалға, көріп отырсыздар, мына жерден жаңағы толтырғандарымыздың барлығы тұр. Көрдіңіздер? Мына жерде кілттік сөздер тұр. Жақта қосымшалардың шығарып тұрғаны бар деген сияқты. Енді бізге не істеу керек? Бізге конечный заставки, подсказки деген бөлімді толтыру керек біз. Жалпы айтқаным түсінікті деп ойлаймын. Енді негізгі SEO оптимизация бойынша сіздерге барлығы түсінікті деп ойлаймын. Қай жерден кілттік сөзді алу керек, описанияны қалай толтыру керек, сілтеме, тағысын тағы. Енді біздер, мен бір видео таңдап қойған болатын, яғни бүгін мен тікелей эфирге шыққанмын. Сол тікелей эфирдің SEO оптимизациясы жасалған жоқ. Соны жасау керек. Сол үшін
мен тікелей эфирге өтемін. Яғни мінекей менің тікелей эфирім 1 сағат 2 минут 41 секунд видео. Яғни осыны мен қазір өңдеймін. Осы тікелей эфирді өңдеу үшін мына жерде менде қатты особы ештеңе жоқ. Бұрынғылар бүгін ғана шыққан эфир. Изменить видео деп өтемін. Яғни изменить видео деп мен редактор видеоға өтем. Сол жерден біздер қазір тақырыпты толықтаймыз, описанияны толтырамыз, сілтемелерді қоямыз, хэштегті қоямыз, яғни тегті толтырамыз. Бұл жерден көріп отырсаңыздар, менде қысқа нұсқа тег пен описания өтірік жаза салдым. Көп отырған жоқпын, басымды қатырған жоқпын. Енді бұл YouTube жайында қазір видеоның описаниясын толтыратын боламыз. Кеттік. Бұл жайында не айта аламыз? Бұл видеода мен тікелей эфирге шықтым, сұрақтарға жауап бердім. Нақты сұрақтар бар. Бұл жерде мен нақты сіздерге қазір жылдам описанияны жазып тастаймын. Кілттік сөздерді қолдану арқылы. Және де осы жерде біздер тайм-кодты мен сіздерге қалай жасау керектігін көрсетемін. Тайм-кодқа демекші, бірден тайм-кодты көрсетіп тастайын. Яғни описаниядан кейін мен тайм-кодты жазым келіп отыр. Осы жерге. Тайм-кодты жазу үшін нақты менің видеомда қандай сәттерде мен қандай сұрақтарға жауап бергенімді қарау керекпін. Ол үшін жеке жаңағы видеома тоқталамын. Бұл жерде жаңағы мамандыққа қатысты не айтса болады? 3 минут 27 секунд. Мінекей достар, мен қысқа ғана 2-3-3-ін көрсетіп кеттім. 3 мысал, яғни уақытты осылай толтырасыздар. Және де оны сохранить деп басамыз. Сохранить деп басқан соң видео сақталады. Видео сақталады. Көрдіңіздер, изменение сохранены деп шықты. Онан кейін мен жаңағы видеоға өтемін. Бұл жерде сипаттамаға өтетін болсам, менде ештеңе жаңағыдай тайм-код жоқ, иә? Тайм-код жоқ. Мен бұны обновить ету керекпін. Және де қазіргі тайм-кодтар шығатын болады. Мінекей көрдіңіздер ме достар? Мен қазір мына жерде 9-да 48 секундта тұрмын ғой. Мен жаңа жазған 3 уақытым тұр. Контентің ретінде сұну керексің, бастау видеоны ұрламайды. Қазір. Яғни мен өзім уақытымды жазып қойдым. Мысалға мен қазір мына жерде сразу қарайтын болсақ, 9-10 минутта тұрмын. Мен басындағы бір сұрақты тыңдағым келіп тұр. 3 минут 27 секунд. Мамандық маңызды ма деген. 3 минут 27 секунд үстінен басам. Бұл жерде YouTube-тың көрдіңіздер ма? 3 минут 29 уже басталып кетті. Дәл сол уақытқа түседі. Тап солай сіздерде өздеріңіздің видеоңыздың әр бөліміне осындай тайм-код қоя аласыздар. Яғни тайм-код қойған кезде де кілттік сөздерді қоса жазсаңыздар тіпті керемет болады. Бірақ оған нақты қадалып тұрған ештеңе жоқ. Спрос жоқ жақтан. Бірақ та тайм-кодқа жаңағыдай каждый сөзге кілттік сөз қосып жіберсеңіздер, ара-арасына тек мысалға 3-4 тайм-кодтан кейін жаңағыдай кілттік сөзді қосу арқылы бір сөйлем құрастырсаңыз, сұрақтардың жауабына кілттік сөзді қолданып жазсаңыздар мысалға болады да. Яғни осы жерден біздер толтырамыз. Тегті білесіздер, қай жақтан алу керектігін. Keyword.io, подбор слов, Яндекс WordStat деген мен сіздерге сілтемесін қойып қоям. Және YouTube-тың поисковый запросынан жазасыздар. Ең негізгі үшеуін осы үшеуін үш жерден жазсаңыздар болады. Және де қосымша Google AdWords бар. Google AdWords-қа жазсаңыздар болады, бірақ та оны сіздер қолданбайсыздар. Бірден айтайын, өйткені оның сізге аса тиер көмегі де болмайды. Мұна екеуінен қарағанда, екеуінде де барлығында бір сөз. Бірақ та оны қолдансаңыздар болады. Көбіне мен тәжірибем бойынша енді көрсетем, бірақ оны ешкім жасамайды, сондықтан босқа миыңызды ашытпай-ақ қояйын. Алдағы уақытта егер Google AdWords-тан
бөлек реклама жасау бөлімін үйренетін болсаңыздар, уже түсініп алатын боласыздар. Ал егер оған кіріп басыңызды қатырып, миыңызды ашқыңыз келмесе, онда лучше осы екеуін қолдансаңыздар, сіздерге осынан жетіп отыр. Болды, одан артық ештеңе керек емес. Так, енді біздер не істейміз? Біздер бұл видеоны мына жерден плейлистке тіркейміз. Көріп отырсыздар? Мен бұл жерде 2 плейлистке тіркеп қойдым. Түнгі чат, YouTube құпиялары деген. Тағы да басқа менде плейлист болатын болса, накрутки YouTube каналов в Казахстане деген сияқты мысалға. YouTube деген сияқты. Осылай галочканы белгілеп кетемін. Бұл жерден бұның барлығы менің өзімнің жеке ашқан плейлисттерім. Плейлистті ашу жөнінде мен сіздерге уже көрсеткен болатын. Мені уже көріп тұрсыздар, 4 плейлистте осы видео тіркеліп тұр. Яғни бір видео бірнеше плейлистте тұра алады. Екінші, конечный заставка қоюға болады. Мына жерде бірақ видео обработкадан жүріп жатыр дейді, әлден толық аяқталмаған. Яғни бұл бүгін болған тікелей эфир еді. Тікелей эфир, яғни ұзақ болған сайын, памяті жоғары болған сайын, оның обработкасы да ұзақ болады. Бұл толықтай обработкадан өткеннен кейін жаңағыдай конечный заставка, подсказкалерді қоя аламыз. Ал қазір енді не беда, басқа видеоға кіріп, конечный заставка мен подсказки бөліміне өтіп көреміз. Яғни ол үшін мен просто видеолардың қатарына өтемін. Менің алдыңғы бір видеоларым өтейік. Сол жерден конечный заставкада қоюды көрсетемін. Мысалға бұл менің сабақтарым. Так. Мысалға мынаған кірейік. Карандашты басам үстінен. Видео ұрлағандарды ұстадым деген сияқты бір видеом бар. Конечный заставки. Мысалға мен конечный заставки деген бөлімге барамын. Мен плейлистті басып қойыппын. Конечный заставки. Көрдіңіздер, бізге плейлист ашылды. Конечный заставки деген. Бұл конечный заставки дегеніміз не? Бұл видеоның ең соңғы 20 секундында шығатын видеолардың сілтемесі, яғни видеоларға сілтеме. Сіз егер видеоның сөйлеу барысында ең соңында видеоңызды шығарып қойыңыз келсе, осы конечный заставки қоя аламыз. Яғни бұл жерде мен уже қойылып тұр. Мінекей мыналарды алып тастайын. Мысалға мен аламда удалить етіп тастайын. Мынаны аламда удалить етіп тастайын. И және қазір қайтаның орнына қоямын. Көрдіңіздер, менің видеомның ең соңғы 20 секундында ештеңе жоқ. Енді мен мына жерден өзінің готовы шаблондары бар. Менің қолданған, қолданбаған шаблондарым бар. Өзім қалауымша қоя алам. Мысалға мына бір шаблонды алып көрсетейін сіздерге. Мінекей бір шаблон. Енді мынаның үстінен басатын болсам, бұл жерде плейлист деп тұр. Плейлист деген болса, мен плейлистті таңдай алам да, немесе оны өзгертеді алам. Енді қандай плейлист? Бұл жерде YouTube құпиялары керек. Болды. Және де бұл жерде екінші менде видеоның қатары самый подходящий дейді. Яғни ең тиімді ұсынылған видео. Самый осыған келетін, осы тақырыпқа ұқсас. Бұл жерден подходящий деген таңдай алам, немесе өзім бір видеоны таңдап қоя алам. Бұл жерде авторлық контентке байланысты видео қойылғандықтан мен өзімнің авторлық құқыққа байланысты бір видеом болған еді. Сол видеоны қойсам болады. Оны тауып алу керек өзімнің видеоларымның ішінен. Яғни бұл жерден шектеулі видеолардың тізімі тұр. Көріп отырсыздар, ары қарай видеоларды ашпайды. Енді мен бұл жерге поисковой неге запросқа жаза алам. Авторлық құқық, міне, авторлық құқыққа байланысты болғандықтан мен оны осы жерге қоя алам. Яғни осы видеоның соңында авторлық құқыққа байланысты менде видеоға ұсыныс тастаймын. Осыған өт, ары қарай толықтырып, осыны қара деген сияқты. Және де подписки деген бөлім бар. Бұл подписки деген бөлімді алатын болсақ, бұл жерде тек қана біздің каналымызға тіркелетін кнопка. Яғни бұның үстінен басатын болса, адамдарға подписаться деген кнопка шығады. Түсінікті ғой? Және де ескертетін жайт, бұл кнопкалардың шығатын уақытын біздер өзгерте аламыз. Мысалға, подписаться деген кнопканы мен алып, бүйтіп жылжыта алам. Яғни соңғы 20 секунд емес, соңғы бір 10 секундқа қойып қойдым. Яғни бұл екі видео ең басында 20 секундта шығады. Одан кейін 10 секунд қалғанда подписаться кнопкасы шығады. Немесе каждый видеоны да мен өзгерте алам. Көріп отырсыздар ма? Ең бастысы бұл жерге қойылатын видео
20 секундтан, яғни 30 секундтан ұзақ видео болу керек, ең бірінші оны қою үшін. Немесе 1 минуттан. Және сіз өзіңіз қалағанша қоя аласыз, яғни экранды жауып тастап, адамдарға мешайт етпеу үшін соңғы 5 секундқа да қоя аласыздар. Мысалға өйстіп жылжытасыздар, және соңғы 5 секундқа қоясыздар. Яғни видео басталып кетеді, міне. Сондықтан ол қарлыққа. Көріп отырсыздар ма? Мінекей, келе жатыр. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Міне біріншісі шықты. Мінекей. Міндетті түрде сақтаңыздар. Қазір подписаться шығады. Мінекей. Міне подписаться мынандай бар. Және үшінші шықты. Көрдіңіздер ме? Дәл осылай. Видеоның соңында шығатын болады. Бұларды мен сохранить етіп қоямын. Соңғы 20 секундқа қойып қояйын. Барлығын жылжытып. Сохранить деймін. Яғни бұл жерде сіз өзіңіздің қиялыңызға қарай видеоның соңында тіпті түсірген кезде айта аласыздар. Мына жердегі видеоны қарай аласың, немесе осы видеоны қара деп бүйтіп сілтеме жасай аласың да, қолыңмен видеода өйстіп жасайсың да. Ең соңында осы YouTube-қа салғаннан кейін жаңағыдай айтасың. Мына жерде деген кезде жаңағы видеоны сол жерге қойып қоясың. Выбранный видео деп таңдап қоясың. Келесі подсказки деген бөлімге өтейік. Подсказка дегеніміз не? Подсказка дегеніміз бұл біздің жаңа плейлистте шығатын болған плейсментті. Подсказка дегеніміз, яғни біз видеода сөйлеп отырамыз, және де мына ең жоғарғы бұрышта леп белгісі тұрады, яғни и деген бөлім. Соны басатын болса, кезекпен кезек ұсынылған видеоларды қойып қоя аламыз. Яғни бұл жерге біздер не істей аламыз? Бірінші біздер уақытын таңдаймыз. Мінекей, мына жерде деп қойын, 55 секундта мен айтам. Бұл жерде дайынменде қойылып тұрғандар бар екен. Қалай етсем болады. Мысалға мына жерге мен қойыншы. Тұрған, мынау уже екі подсказка тұр деген сөз. Көріп отырсыздар ма, мына екі подсказка. Енді бұл жерге мен добавить подсказку деймін. Ол үшін мен плюс подсказка деген кнопканы басамын. Және де бұл жерде маған шарт шығарып тұр. Видео, плейлист, канал, ссылка. Видео десем, онда мен видеоны өзім каналымдағы видеоларды қоятын болам. Плейлист десем, өзімнің каналымдағы плейлисттің біреуін қоям. Және канал дейтін болсам, мен басқа біреудің каналын қоя алам. Яғни, егер де видеоның ішінде айтып кететін болсаң, мысалға толығырақ осы жайында, YouTube жайында білгіңіз келсе, инженер-маркетолог каналына тіркеліңіздер, мына жерде тұр, міне деп қойып қоясыздар, айтасыздар, және де сол жерде сіздер дәл сол уақытқа канал деп каналдың сілтемесін қойып қоясыздар. Және де ссылка. Ссылка дегеніміз ол каналмен, сіздің каналыңызбен өзіңіздің жеке сайтыңыз болатын болса, коммерческий, соны байланыстырып қойып, және сайтқа сілтеме жасай аласыздар. Қазір мен сіздерге видеоға қалай жасау керектігін көрсетейін. Осы видео деген кнопканы басамыз. Жаңағыдай видеоны таңдайтын боламыз. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде авторлық контентке байланысты болғандықтан мен авторлық құқықты тағы да шығарып көрсетейін. Мінекей. Мына жерге видео қойылды. Мен бұл жерде жаңағы видеоны мына жерге де қойған екенмін. Сондықтан мен біреуін кетіру керекпін. Көрдіңіз бе? Мына жердегі видео кетіп қалды. Енді мен ол видеоны қатты ұзаққа созбай жаңа жерге апарып қойғым келіп тұр. Енді мен не істеймін? Басқа да видеоны қоя алам жаңағы жерге. Немесе плейлист қоя салайын. Жаңағы добавить подсказка деген кнопка мына жерде де тұр. Көрдіңіздер ме? Мысалға осы видеоны қойдым. Мына жерге мен мысалға каналды қойайын. Канал дейтін болсам, бұл жерге мен каналдың атын жазу керекпін да. Мысалға Елжас Ертайұлы каналы. Бұл жерде көріп тұрсыздар. Мына жерге менде Елжас Ертайұлы каналына видеоға жаңағыдай не кететін болады. Мына кнопканы басатын болсам, мінекей біздің қойылған плейлисттеріміз, каналға сілтеме, басқа, және де осы соңғы YouTube құпиялар деген плейлистке сілтеме жасадым. Енді бұл жерде мен деген Елжас Ертайын алып тастайын, керек емес, өйткені бұл видеоға сәйкес емес. Енді сохранить деп басамын, болды.
Көрдіңіздер, барлығы сақталды. Енді осымен біздің видеомыз бітті. Дополнительно деген бөлім бар, оны сіздерге тағы да толығырақ таныстыра өтейін. Бұл жайында мен кейін творческий студияға кірген кезде мен сіздермен толықтай таныстырам. Дата создания видео мысалға 5 майда шығарылған. Место съемки менде белгілеген жоқпын, белгілесеңіздер болады. Мысалға ол үшін үстіне жазасыздар Алматы деп. Так, стандартная лицензия YouTube. Бұл жерден біздің лицензиямыз таңдаймыз. Егер біздер осы лицензия Creative Commons деген таңдайтын болсақ, онда біз өзіміздің осы видеомызға тегін, яғни ешқандай нарушениесіз қолдана бер деп мен рұқсат бергендей боламын. Түсініп тұрсыздар ма? Ал егер мен стандартный лицензия YouTube дейтін болсам, бұл видеоға мен өзімнің жеке авторлық контентім екенін көрсете аламын. Яғни бұл кәдімгі YouTube-тің лицензиясы стандартты түрдегі, ол арқылы мен өзімнің заңды құқығымды қорғай аламын. Келесіге кеттік. Распространение. Видео доступно для всех платформ. Маған сол керек. Басқа жерде де бөлісуге болады, WhatsApp-пен, тағы да басқа сайттарда да деген сияқты. Категория люди и блоги. Яғни маған осы категория бөлі келеді басқасына қарағанда. Бұл жерде енді политика деп қойсақ болады. Кішкене енді именно авторлық құқыққа байланысты болғасын. Бірақ та ол да қатты келе бермейді деп ойлаймын. Но қоя берейік. Тіл, қазақ тілі. Причина отсутствия субтитров. Яғни мен субтитр жазған жоқпын. Егер субтитр жазу керек болатын болса, мына кнопканы басып, мен субтитр жазам. Ал субтитрді қалай жазу керектігі жөнінде тағы да мен видео салатын боламын. Коммерческие оценки отправлять потенциально недопустимый комментарий на проверку. Яғни бұл жерден біздер, егер боғауыз сөздер комментария жазылатын болса, оны біздер отправить на проверку етіп қоя аламыз. Түсініп отырсыздар ма? Тіпті сіздер нағыз боғауыз сөздердің тізімін жазып қоясыздар каналыңызға, и потом сол сөздері бар комментарийлер сіздің каналыңызға келмейді. Яғни тексеріске келеді. Упорядочить. Сначала интересный деген бөлім таңдап қойыңыздар, болды. Сначала интересный. Болды, сохранить етеміз. Сонымен біздің негізгі SEO оптимизациямыз бітті. Қосымша бұл творческий студиядағы мүмкіндіктер жөнінде тағы да не істеуге болатын жөнінде мен сіздерге алдағы видеода көрсететін боламын. Бұл жерде сіздерге мен әлі vidIQ, TubeBuddy, тағы да басқа қосымшаларды көрсеткен жоқпын. Олар да осы SEO оптимизацияға қатты көмектеседі, сіздерге жұмыс істеуге оң әсерін береді. Сондықтан да пока что осыны жасау арқылы сіздер өзіңіздің каналыңызға негізгі SEO оптимизациясын жасай аласыздар. Енді дәл осындай кілттік сөздермен сіздер сілтемені қойып, хэштегті қойып, басқасын қойып, сіздер видеоңызды, яғни открытый доступқа қойып шығарасыздар. Және де шығарғаннан кейін міндетті түрде барынша рассылка жасау керексіздер. WhatsApp, ВКонтакте, Facebook, қай жерде бар, Telegram ба, Instagram барлығына тарату керексіздер. И видеом шықты деп хабарлау керексіздер. Және сол арқылы сіздер өздеріңіздің алғашқы просмотрларыңызды жинау керексіздер. Және содан кейін YouTube'қа ол бір 24 сағатпен 3 күннің ішінде жаңағыдай топқа шығатын болады. Егер де 24 сағаттың ішінде іздейтін болсаңыздар, ол новый деп шығатын болады. Мысалға мен бұл жерге авторлық құқық деп жазатын болсам, мінекей менің видеом бірінші орында тұр. Бұл жерде авторлық құқық деген сөз қана шығып тұр. Яғни мен бұл жерде магистрский диссертация, дипломдық жұмыстар жөніндегі авторлық құқық жайлы айтып отқан жоқпын. YouTube-тың авторлық құқығы жайлы айтып отырмын. Көрсеңіздер, YouTube-тың авторлық құқығының значогы екенін көріп тұрсыздар. Бірақ та дәл осындай авторлық құқық деген жалғыз сөзбен телеканал Хабардан Өркен Кенжебектің видеосы шығып тұр, 3-ші орында. Бірақ ол жерде авторлық құқық жаңағыдай YouTube ба, Instagram ба жөнінде басқа тақырыпта айтуы мүмкін. Ал мына жақта ғылыми мақалалардың авторлық құқығы жайында айтуы мүмкін. Негізіне түсіндіре кетейін, яғни түсінген шығарсыздар. Кілттік сөз қандай болады?
сол бойынша сіздің видеоңыз топқа шығады. Мысалға YouTube-тың негізгі ережесі авторлық құқық деген, менде бұл жерде авторлық құқық деген бір рет қана қайталанған. Егер 3 рет қайталанған болса, ол постоянно тұрады. Түсінесіздер ме? Екінші, сипаттаманың ең бірінші жолында авторлық құқық деген кілттік сөз тұр. Бұл екеуі де оң әсерін береді. Сондықтан да сипаттамаға кілттік сөз жазуға ұмытып кетпеңіз. Осымен SEO оптимизация бітті. Жасап көріңіздер. Қосымшаларды алдағы уақытта көрсетемін. Сау, саламатта болыңыздар.